Есік тарс етіп жабылды. Кексе әйелді итеріп жіберген күзетші жерде шешесіндей адамның қиралаң асып жатқанына да мән берген жоқ. Өткен кеткен бастапқыда жандары ашып, жақын келгенімен 1 метр ары аспай мұрындарын тыржитып кетіп жатыр. Оған себеп жоқ емес. Кексе әйелдің неше күннен жуылмаған денесінен өзгеше күлімсі иіс шығып, аузынан арақтың ащы иісі қосылып мөңкіген сасық иісі жақын келуге жолатар емес. Тек бір ғана тіршілік иесі ала күшік қана жеркенбей жүгіріп келіп иіскелеп жатыр. Кетей, өзінше иттен жеркенгенсіп жатқан әйел жалақтаған күшікке қолын сермеп қояды. Қолы басын түгел тіміскілеп шыққан күшік жейтін еш нәрсе таппаған соң бұрылып жайына кетті. Әйел біраз уақыт жатты. Бір кезде өзін тұрғызар ешкім жоқтығын білгендіктен ғана ақырын орнынан тұрды. Сөретіле басып, бет алған жаққа қарай жүре берді. Қанша жүргені есінде жоқ, машина басып кетердей безілдеген соң шошына басын көтерген. Сынып қалғыр аяғы бақытты кездерінің куәсі болған бұрынғы үйіне бастап алып кетті. Көршілердің бірі байқап қоймаса екен деп жанталасқан әйел келесі көшеге құлдыраңдай жөнелді. Қазіргі түрі албастыдан кем емес. Көршілері тұрғай өз ұлының тани қоюы екі тала екендігіне бас қатырып жатпады. Жалма-жан жан қалтасын қарғанды. Қолына еш нәрсе ілікпегенде кафедегі администратор сары қатынды қарғады. Бұл дәретхананың тазалығына жауаптытын. Таңғы 8-ден келіп, дәретхана ішінен түнгі 11-лерге дейін жүреді. Алатын ақысы 500 теңге. Кафеде ішіп жеп кеткендердің қалған-құтқан асын жуындыға құйғандай құйып береді. Бүгін сол 500-ді де бермепті. Қазір жатын орынға ақша төлемесем, Васька кіргізбей қояды-ау. Жатын орын дейді-ау, жатын орынға сияғы жоқ еді. 12-ші қабаттың үйдің астыңғы подвалын қайыршылар мекен етіп алғалы қашан. Тек тұрғындардың көзіне түспеу керек. Әйтпесе арыз шағым жазып, милициямен қуып шығады. Жалпы соларға не керек, іштей ойланған әйел. Жылы үй, тамағы дайын, айналып кеп 1 метрден әрең сыйып жатқан тұрағымызды көре алмайды. 12 қабаттық сұр үйдің сыртқы жағынан келіп, өздеріне тән дыбыспен 3 рет темірді қақты. Шынжырды сылдырлата ашқан бала жан-жаққа ұрлана қарап, кексе әйелді жылдам кіргізіп ала қойды. Қараңғы жолды жатқа бірлетін екеуі кеңдеу тақтаймен бөліп, қолдан қорап жасап қойған бөлмеге кірді. Васька ағай аузы арақ сасып, ұйқыны періп жатыр. Қуанып кеткен әйел шешінбестен кірліктен бастапқы түсінің қандай болғандығы белгісіз қара күрең матрасқа қисая кетті. Бұл әйелдің аты Гүлмәрия еді. Ата-анасының 4 ұлдан кейін көрген жалғыз қызығы болғандықтан тым ерке өсті. Оқу оқыды. 21-ге толғасын өзі қатарлы оқу бітірген азаматына күйеуге шықты. Ұлды болды. Кейін күйеуі тағы бір қыз керек деп қыңқылдағанында тыңдамады. Дене сымбатым құртылады. Бір ұл тудым деп сонша салмақ қостым. Осылай деген Гүлмәрия мансап жолына бір жолата кіріскен болатын. Облыстық деңгейдегі бір мекеменің бөлім басшылығына дейін көтерілген болатын. Бәрі сол кезден басталды. Жұмыс жоқ, айына бір есептік жазба өтсе болғаны. Гүлмәрия өз сияқты қолы бос ерігіп отырған 4-5 қыз-келіншектермен бірігіп ішетінді шығарды. Күйеуі жұмыссыз қалып, вахтовый әдіспен 15 күндік жолда жүрді. Гүлмәрияға тіпті жақсы болды. Әй дер, әже, қой дер қожа жоқ. Баласы бастауыш сыныпта оқиды. Оның өзін жақын тұратын күйеуінің қарындасы өз балалармен қатар оқығасын, бірге ойнап жүрсін деп алып кететін. Келе-келе таңғы жұмысты бас жазусыз бастай алмайтын дәрежеге жеткенде, жоғарғы жақтан тексеру келіп, бұлар бөлімдегі 4 әйел аяқтарын баса алмай тұрғандықтан ескертусіз бірден жұмыстан қуылды. Екі ортада күйеуі біреумен жүріп кетіп, жұмыс күйігіне жар күйігі қосылып кетті. 4 ағасы емдетті, бірақ ем алған жерден қашып кете беретін. Көшеде домалап жататын, жардан күйеуі де баласы да безді. Үйді сатып, көшіп кеткен күйеуі 13-ке толған ұлды өзімен ала кетті. Содан бері Гүлмәрияның тұрағы әр жердегі подвал, ескі адам тұрмайтын үйлер болғаны қашан. Ата-анасы о дүниелік болысымен түзелуге ниет те қылмайтын санасыз қарындастан ағалары бір жолата бас тартқан. Қорылдап ұйықтап кеткен Гүлмәрия біреудің денесін сипалап аунатып жатқанынан оянып кетті. Бастапқыда қайда жатқанын есіне түсіре алмай дал болды. Ақыры Васяның жеркепесіне келгені есіне түсті. Сипалаған қол Васьканікі болар деп, ыңырана бұрылғанда сипалаған қол сескеніп көше шамы әлсіз жарық беріп тұрған қара көлеңкеде бір бейне сопаң етіп қозғалып кетті. Вася емес екені белгілі. Ол бұл жердің қожайыны емес пе? Ендеше не істегісі келсе өз еркі. Бұл тұрып кеткен Алик Алмас еді.
Алмас 16-дағы бозбала, бірақ күтім көрмегендіктен 13-14-тегі баладай бойы өспей, арықтығынан әр қабырғасын санап алуға болатын. Ол Гүлмәрияның қалтасын тінтіп аз-маз ақша табылып қалар деп дәмеленген еді. Бірақ қалтасы бос болып шықты. Күрсініп салған Алик қолын ала бергенде Гүлмәрия да оянып кеткендей дыбыс шығарды. Селк ете түскен бозбала жылдам басып, Васяның арғы жағындағы өз орнына барып жата қалды. Ертең тауар келетін күн, бірақ әлі ақша таппады. Шіркін, осындайда Насыбай да жоқ. Қолын құшырлана иіскеген ол ашқылтым сүттің иісін сезді. Бағана қоқыс контейнерінен уақыты біткендіктен иесі лақтырып тастаған айранды аузын аша бергенде төгіліп алған еді. Осы әлі жумаған есіне түсті. Бірақ қолын жууға ниеттенген де жоқ. Көзін бақырайтып ақшаны қалай табу керек екенін ойланып кетті.